Путин масқара болды. 3 күнде басып аламын деген Киевтен 3 күндік мәулет сұрап, 3 күндік мұрсат сұрап масқара болып отыр. Бұл нені білдіреді? Бұл орыстың зұлымдығы шегіне жетіп, енді жаратушы орыстың бағын алып қойды. Украиндерге дес беріп отыр. Құдай дес бергендіктен Украин енді Америкамен одақ болып, дамудың даңғыл жолына түскелі тұр. Ал Америка оның жер асты байлығын игеріп, және одан түскен табысты 10 жыл бойы тек Украинаның өзіне ғана жұмсайтын болып отыр. Американың экономикалық және саяси қорғауына ие болу Украинаның осы ғасырдағы ең үлкен жетістігі деп айтуға болады. Құдай дес берген Украин халқымен, Құдай дес берген Зеленскиймен ұстасқан Путин Құдайдың қарғысына қалып отыр. Міне осыдан ойлаңдар. Әлінен асқан Қытай қазақтарды геноцидке ұшыратып, нақақтан нақақ концлагерге қамап еді. Мәудейтін қазақ шықпайды деп ойлап еді. Нәтижесінде атажұрттың азаматтары көтеріліп шықты. Қытайдың зұлымдығын, геноцидін, адамзатқа қарсы қылмысын әлемге ашты. Сөйтіп, сол заманда бүкіл дүние жүзінде Қытайда геноцид болып жатыр дегеннің өзіне сенбейтін адамзат қоғамын геноцидке сендірді. Ең соңында бүкіл дүние жүзі бұны геноцид деп атады. Әрине, геноцид деп ең бірінші атаған мен Серікжан Біләшұлы болады. Ал атажұрт азаматтарының ортақ күресінің нәтижесінде Бәленбай Түгенбай Түмен видео арыз бүкіл дүние жүзіне жеткізілді. Нәтижесінде Қытай коммунистеріне санкция салынды. Ал Қытайға санкция салынып бастағаннан бастап Қытайдың экономикасы шатқаяқтады. Жылжымайтын мүлік нарығы құлдырады. Енді бүкіл тауар экспорты санкцияға ұшырап, Американың кедендік салығынан міне Қытай экономикасы күйреп алдында тұр. Осыдан ойлаңдар. Құдай қазаққа дес беріп тұр. Қытай қазаққа тиісемін деп Құдайдың қарғысына қалып тұр. Осыдан қазақтар ойлай беріңдер. 30 жыл бойы қазақты ашса алақанда, жұмса жұдырығында ұстаған Назарбаев, қақырғы қаймалтын түкірігі түймалтын болған Назарбаев қаңтардағы қазақтың бір сілкінгенінен күл талқан болды. Ұлы қызы күйеу баласынан тартып тентіреп кетті. Қазіргі Назарбаев бейшара сорлы Назарбаев. Баяғыдағы азуын айға білеген Назарбаев жоқ. Әрине билік бәрібір екінші бір қарақшының қолына өтіп кетті. Екінші бір қарақшы, екінші бір қанішер қазақты ұстап отыр. Бірақ бұл қазаққа нені білдіреді? Назарбаевтың өзінің күлін көк ұшырғанда Тоқаев енді қазаққа бүйіп емес. Қазақ енді бір көтерілсе Тоқаевтың да күл талқанын шығарады. Құдай дес бергендіктен біз Қытай зұлымдығына да, Назарбаевтың зұлымдығына да қарсы тұрдық. Құдай дес бергендіктен, Құдай мәртебемізді көтеріп қойғандықтан, міне бүкіл қазақ халқының идеологиялық кеңістігін тың идеяларменен, тың ойлармен, күрескерлік рухпен жарқыратып тұрмыз. Құдай дес берген адамдарға қарсы шығу Құдайдың лағнетіне қалтыратынын білейік. Дәл Мұса пайғамбардың кезінде Мұсаға ілесушілер ғана құтқарылды. Исаның кезінде Исаға ілесушілер ғана құтқарылды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның заманында ол кісіге ілесушілер ғана аман қалды. Ендеше, айналайын қазағым, саған да таңдау тұр. Егер сен аққа жақ боп, қараға қарсы боп күрес жолын таңдасаң, сен де Құдайдың нығметіне бөленесің. Ал үнсіз қалсаң, немесе қанішерлердің, зұлымдардың жақтасы болсаң, сен де жаратушының лағнетіне қаласың. Жаратушы саған берген жақсылықтарын, нығметтерін алып қояды. Қуанышыңның күл талқаны шығарады. Сені құтқаратыны тек бір жаратушының разылығы үшін аққа жақ боп, қараға қарсы боп күрес жолын таңдау. Оянайық, ойланайық.